жазып кетіңіздер.
сарымсақты алып, майдалап, турап қосатын боламыз. Немесе үккіштен өткізіп қоссаңыздар да болады. Дайын болған сарымсағымызды жаңағы дайындап қойған қаймағымыз бен укропымыздың үстінен саламыз. Содан соң бізге 2 ас қасық майонез керек болады. Өздеріңіздің қалауыңызға қарай қандай майонез қоссаңыздар да өз еріктеріңізде. Содан соң 1 ас қасық айран керек болады. Мен магазиннің айранын істеттім. Содан соң жақсылап араластырып, бір-біріне дәмі үйлестіргенше араластыратын боламыз. Осылай. Арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып, жаңа видеоларды көріп отырыңыздар.